Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Добрый день, ребята! Начинаем урок казахского языка и литературы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еңбек, денсаулық кепілі. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау. Тема сегодняшнего урока – труд, залог здоровья. Цель урока – понимать основное содержание прослушанного текста, определять актуальность информации. Давайте обратим внимание на тему. Почему труд считается залогом здоровья? Как вы думаете? Чтобы укрепить здоровье, мы должны трудиться. А когда мы трудимся, значит мы двигаемся. А движение – это жизнь. Вы согласны, ребята? Жақсы балалар. Ал енді жаңа сөздермен танысайық. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, есте сақтаймыз. Құрметті азамат, почетный гражданин, нәзік сезім, нежные чувства, жасандылық, искусственность, кесіп пішу, конкретно, қобалжу, тревожиться, волноваться. Жақсы балалар. Ал енді оқулығымыздың 115 бетін ашамыз. Бірінші тапсырманың сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ. Сен спорт, еңбек туралы қандай шығармаларды білесің? Какие произведения вы знаете о спорте и о труде? Екінші сұрақ. Балаларға арналған қандай шығармаларды оқыдың? Какие детские книги вы читали? Үшінші сұрақ. Сен қай кітапты сүйіп оқисың? Не себепті? Какую книгу ты любишь читать и почему? Бұл сұрақтардың жауабын суреттердің көмегімен еске түсіріп, WhatsApp желісі арқылы жауап береміз. Күтемін. Ал енді балалар, екінші тапсырмаға назар салыңдар. Спорт пен еңбекке арналған шығармаларды кластер түрінде дәптерге көрсетесіңдер. Яғни бүгінгі күн ретін жазып, еңбек пен спортқа арналған шығармаларды дәптерге жазамыз. Ал енді үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда, түсінгеніңді баянда. Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Қосүйіңкі ауылында туған. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Николай Васильевич Гоголь атындағы педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітірген. Еңбек жолын көп тиражды су құрылысшысы газетінен бастаған. Қызылорда облыстық радио комитетінде істеген. Жазушы баспасында редактор қызметін атқарған. 1981 жылы Максим Горький атындағы жоғары әдебиет курсын бітірген. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының сценарийлік коллегиясында Қазақ елі газетінде редакторының орынбасары болып қызмет еткен. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен шыққан. 1976 жылы осы жинақтың орыс тіліндегі нұсқасы үшін бүкіл одақтық Максим Горький атындағы жастар сыйлығын алған. Жазушының бірнеше шығармасы орыс тіліне аударылып, жеке кітап болып басылды. 1972 жылы Қош бол ата, 1975 жылы Қарлығаштың ұясы, 1977 жылы Ата қоныс, 1979 жылы Запах дыни, 1980 жылы Тұнық су, 1982 жылы Там, где горел очаг, 1984 жылы Талисман, 1987 жылы Бәйтеректер, 1989 жылы Туған ауыл түтіні, 1995 жылы Балалық шақтың әуендері, 1997 жылы Таңдамалы, 2001 жылы Айқай және тағы басқа кітаптары жарияланған. Сонымен қатар Табалдырғыңа табын, Жоғалған көл, Кемпірлер үкімі пьесаларының
«Тырналар ұшып барады» телефильмі сценарийінің авторы. Жазушының көп шығармасы еңбек тақырыбына арналған. Еңбек арқылы адам денсаулығын сақтайды деген идеяны ұстанады. Жаңақорған ауданының құрметті азаматы. Халықаралық қазақ пен клубы сыйлығын алған. Құрмет орденінің иегері. Осы мәтінде, балалар, біз өткен жаңа сөздің ішінде құрметті азамат деген сөз келіп тұр, почетный гражданин деп аударған едік. Ал енді, балалар, Тынымбай Нұрмағамбетов туралы орысша нұсқаны мұқият оқып шығамыз. Ал енді, балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексерейік. Бірінші ақпарат. Тынымбай Нұрмағамбетов 1947 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Қосүйіңкі ауылында туған. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Әрине, дұрыс. Екінші ақпарат. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Николай Васильевич Гоголь атындағы педагогикалық институтының орыс тілі және әдебиеті факультетін бітірген. Бұл дұрыс емес. Себебі қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітірген еді. Ал енді үшінші ақпарат. 1981 жылы Максим Горький атындағы жоғары әдебиет курсын бітірген. Әрине, бұл да дұрыс. Төртінші ақпарат. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының сценарийлік коллегиясында Қазақ халқы газетінде редакторының орынбасары болып қызмет еткен. Бұл да дұрыс ақпарат екен. Келесі. 1979 жылы осы жинақтың орыс тіліндегі нұсқасы үшін бүкіл одақтық Максим Горький атындағы жастар сыйлығын алған. Әрине, дұрыс. Келесі ақпарат. Жазушының бірнеше шығармасы ағылшын тіліне аударылып, жеке кітап болып басылды. Бұл дұрыс емес. Себебі ағылшын тіліне емес, орыс тіліне аударылған еді. Келесі ақпарат. Жаңақорған ауданының құрметті азаматы. Бұл дұрыс ақпарат. Соңғы ақпарат. Парасат орденінің иегері. Бұл қате. Себебі құрмет орденінің иегері болған еді. Егер дұрыс жауап берсеңдер, балалар, өте жақсы жарайсыңдар. Тынымбай Нұрмағамбетовтың шығармаларында нәзік лиризм басым. Оның кез келген туындысында кейіпкерлермен іштей сырласып, жүздесіп, сөйлескендей сезімде боласың. Жазушы өз кейіпкерлерінің жан дүниесін, нәзік сезімін, сырын ашуда жасандылыққа бой алдырмайды. Олар туралы кесіп-пішіп ештеңе айтпайды. Олардың іс-қимылы, сөйлеген сөздері, монологтары арқылы бар болмысын танытады. Оқырман сол арқылы қай кейіпкердің қандай екенімен таныс болып, өз бағасын береді. Шығарма кейіпкерімен бірге қуанып, бірге жылап, бірге қобалжып, уайымдап отырады. Ал енді осы мәтіннің орысша аудармасымен танысайық. В творчестве Тынымбая Нурмагомедова преобладает тонкий лиризм. В любом его произведении возникает ощущение, будто вы разговариваете с персонажами. Писатель не искусственно раскрывает души, нежные чувства и тайны своих героев. Конкретно о них ничего не говорится. Их действия, выступления и монологи показывают их жизнь. Таким образом, читатель знакомится с персонажем и дает ему оценку. С главным героем вместе радуется, плачет, переживает и волнуется. Ал енді, балалар, осы мәтіндегі бүгінгі өтілген жаңа сөздердің астын сызып көрсетейін. Аудармасын біз есте сақтаған болармыз. Келесі тапсырмамыз, балалар, жазбаша орындалады. Мәтіндегі ақпараттарды кестеге түсіреміз. Бағалау критерийлері. Мәтінді оқу арқылы қажетті ақпараттарды жазасыңдар. Дескрипторлары.
мәтіндегі ақпараттарды анықтайсыңдар және үлгі бойынша кестеге түсіреміз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз жаңа сөздермен танысу арқылы еңбектің денсаулыққа пайдалы екенін білдік. Тынымбай Нұрмағамбетовтың өмір шығармашылығымен таныса отырып, дұрыс ақпараттарды таба білдік, бірнеше тапсырмаларды орындадық. Ал енді балалар, сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.